Таныстырылды, сол жерде Кембридж баспасында шыққан кітап, ағылшынша және қазақша. Сол ағылшынның университеттердің кітапханаларына таратылды, және екінші мақсат осы қазақтың балалары қазақтың табаны тимеген жерге баласының табаны тие берсін деп мен ауылдарға тараттым осы кітапты. Сарысуға да бардым, Жаңатаста да болдым. Одан бөлек мынау Жамбыл облысы, Атырау облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысының ауылдық мектептерінің кітапханаларына осы кітапты тегін таратып, болашақ бағдарламасы туралы айтып бердім. Миссия солай болады. Ауылдың ана қазақта бар ғой, бұл болашақ бағдарламасымен тек жарлы жақыбайлар емес, бай бағландардың ғана балалары, қол жеткендері бара алады деген стереотипті бұзу болатын. Сол стереотипті бұзып, осы кітапты шығардым, ауылдың мектептерінің кітапханаларына бәрін. Ол трагедия ғой, қазақтың өзі түк көрмеген, аштықтан шықпаған қазақ өмір бақыт психологиясы қазақтың ақшаны ретінде болып тұрады. Тамақ тойса болды, басқа проблема. Алға қарай жылжу, тамақ деген олар үшін жұмыс істеуге, поддержка организм. Ол тамақты бірінші орынға қойып, бізде мысалы фильмдерде де, передачаларда да толған дастархан толтырып тамақ ішіп отырады. Мысалы Қыз-жібек фильмдерінде бір жерден тамақ ішкендерін көрдім ба? Ол быт. Мысалы тамақ ішуге дайындалу, ол өнер. Мысалы құмарлық, қарны ашып жақамады. Тамақ ішіп отыру, ол өмір. Өнер емес. Тамақ ішіп болғаннан кейін тойып рахаттану, ол өнер. Сонда екі шеті өнер, ортасы өмір. Біздің нелер жаңағы ортасы түсіреді. Көрдіңіз ба? Фильмде де сол сияқты. Өнер жоқ, өмір көп. Ал өмірдің бәрі өнер емес. Өмірден өнер жасау керек. Мысалы Қыз-жібекті өмірден өнер жасаған. 5-6 мәртебе жоғары алған. Сондай болмау мүмкін. Мысалы, 1000-нан бір бала жаңағы кекіл қойса, шаш. Сол біздің киноға жеткілікті. Қыздар шаш қоюға несі бар, деп Төлегеннің шашын еткеніміз. Бір кішкентай сылтау болса, өздеріңіз сол жеткілікті. Тиян етіп алуға. Өнер сондай, көтеріңкі. Ал Төлегеннің шашын тоқырайтып алып тастап, тоқырайтып көрсетсе не болады? Этика, эстетика, сахнаның эстетикасы, экранның әдемі болу